жетім өскен қыз жайлы бір историямен бөлісейін. Ол кісі рұқсатын берді. Жас қыз негізі осы жақында жазған болатын, өзінің историясымен бөліскен болатын. Мүмкін басқаларына бұл сабақ болатын шығар. Енді біз қазір байқаймыз, соңғы кездерде ажырасу өте көп болып жатыр, иә. Особенно осы 2025 жылы өте көп ажырасу болды. Содан кейін енді ол қыздың айтуы бойынша ол қыз менің клиентім өзі попросить етті, мен сізге историямды айтсам бөлісесіз бе, басқа қыздарға сабақ болсын деп жатыр да. Ол қыз менің инстаграмымды 4 жыл бойы қарап жүрген, бірақ ақшасы жетпеген менен консультация алуға, бірақ өзі жұмыс істеп жүріп, жаз бойы жинаған ақшасы бар, одан кейін тағы да жинаған ақшасымен алған екен. Енді бұл қыздың историясы кішкентай кезінен әкесінің махаббатын алып өседі. Енді әкесінің ерке қызы болып өседі, бірақ мамасы үнемі карьера қуалайды. Ол өзі бір жақсы жерде жұмыс істеген, мамасы ақша деп жаңағыдай карьерасын, енді жағдайларын жақсы жасаған екен. Қыз кішкентай кезінен садикке барғанда да, мектепке барғанда да үнемі әкесімен бірге садикке барады, мектепке барады, әкесі алып кетеді, әкесімен қыдырады, әкесімен продленкаға барып сөйтіп өседі. Мамасы тек қана ақша тапқан екен да. Сөйтіп өсіп папасының қызы болып өсіп, кейіннен кейін жиі ұрысты ести бастаған. Қазіргі жасы 19-да, бірақ 16 жасынан бастап жиі ұрыстарды ести бастайды. Сөйтсе жаңағы әкесі постоянно қызымыз естіп қоймасын, жай сөйле, айқайлама деп үнемі сондай сөздерді айтады екен да енді әйеліне. Ал әйелі, мамасы кішкене мінезді, сондай бір кішкене бір такая властная женщина сияқты анандай мінезді болған ғой, енді айтамын мен аузымды жаппа деген сияқты сондай ұрыстар болады екен. Кейіннен кейін әкесі біледі екен басқа еркекпен кездесіп жүргенін. Өйткені әкесі жұмыс істемеген, тек қана қызын қарап өсірген, осы қараған. Мамасы ғана жұмыс істеген, өйткені мамасы папасына жұмыс еткізбей қойыпты да. Сен қызыма қара, мен өзім ақша табамын, барлық жағдайды өзім жасаймын, сен тек қана қызға қара деп. Сөйтіп өзі екеулері солай договаривать етіп, сөйтіп папасы жұмыс істемей қойған. Сөйтіп өседі ол қыз. Кейіннен кейін отношениялар бұзылғаннан кейін папасының айтқан сөзін біраз естіп қалады. Папам мама өйстіп айтып еді, ол рас па деген сияқты, ажырасам деп жатыр ғой, анау деп жатыр деп. Жоқ, ашуланғанда любой әйел адам сөйтіп айта салады деп қайта алдап қоя салған екен да. Кейіннен кейін қызы случайно кешкісін жаңағы подружкасымен кездесіп, түнгі 10:30-да келген кезде есік алдында қап-қара машинадан мамасының жаңағыдай басқа еркекпен сүйісіп тұрғанын көріп қояды. Сөйтіп барады да машина алды тебеді екен, типа кет, жолама кет деп жаңағыдай, мама не істеп жатсың деген сияқты енді айқайлап ұрысқан. Ол 2 жыл назад болған оқиға. Қазір жасы 19-да ғой. Сөйтіп жаңа мамасы шығып, болды деп ана еркек сразу машинасына айдап кетіп қалады екен. Сосын ана қыз айқайлап, мама саған не көрінді, мен папам жақсы ғой, сен келген тамағыңа дейін істеп қойды, үйде жинаулы, маған да қарады, саған не жетіспейді деп жаңағыдай айқайлап жылап, бүткіл подъезге жылайды. Папасы бәрін біліп ажыраспаған екен да, ол әйелмен. Қызым үшін ажыраспай қояйық деп айтқан екен әйеліне. Сөйтіп көніп жүре берген күйі, білген әйелдің любовнигі бар екенін. Сөйтіп жүре беріп қызды көргеннен кейін әкесіне жаны қатты ашып кетеді. Бірақ әкесі өзінің ауырғанында не әйеліне де айтпаған, не қызына да айтпаған. Сөйтсе әкесі онкологиямен ауырады екен. Ұзақ бой жастырған, бірақ қызын қайта соңғы кездері құшақтап сүйіп жылай беретін шығарған екен әкесі. Әке не үшін жылай бересің деген кезде, жай сен сондай сұлусың, сен деп жаңағы алдап қояды екен да, сен сондай сүйкімдісің, мен сен сондай жақсы көремін деп жаңағы алдап қоя берген. Сөйтіп жүрген, бірақ та әкесі оянбай қалады, жасырмаған. Кейіннен кейін әкесі больницаға барып қарап жүрген қағазын бәрі әкесі тығып жүрген, көрсетпеген, не әйеліне де не қызына да көрсетпеген. Әйелі енді жаңағыдай күйеуіне ақша берген ғой, енді бала қараған үшін деп сөйтсе, күйеуі жаңағыдай ешқайда лишний раз ақша шашпай, ақшаны жинай берген екен. Даже өзінің еміне де ақша жаратпаған, даже лишний раз дәріні де алып ішпеген ғой үйде. Ол ақша әйелі енді мынандай расходқа, мына продуктіге, мына коммуналка, анау саған өзіңе бірдеңе ал, киім ал деп енді жылдар бойы беріп жатқан ақшаны жинай берген да, қызының атына счет ашып бірталай ақша жинап қойған екен. Менің қызым шетелде оқысын, барды жерде оқысын, дамысын деген сияқты сөйтіп ақша жинап қойған екен. Кейіннен кейін әкесі үйде оянбай қалғаннан кейін больницаға барады, анда барады, мұнда барады. Сөйтіп неден қайтыс болған кезде уже біреу арқылы естіледі, что папасына сонда онкологиямен ауырған. Одан кейін қызы жылайды, мамасына қатты ренжіп, бүткіл обидасын айтып, үйінен кетіп қалады. Сөйтіп ол қыз жаңағы стресс алады, ең жақсы көретін әкесімен бірге өскен қыз ғой. Әкесінің қызы стресс алып жүріп, ана бір подружкасымен дос болады, подружкасының бір подружкасы бұзық болады, олар оны клубқа алып барады, клубта ішкіздіреді. Сөйтіп жүріп, ол бірінші рет сөйтіп қаңғырып жүріп, бір жігітпен танысып, онымен жаңағы сүйіседі деген сияқты, қол ұстасады деген сияқты. Ана әкесінен айырылғаннан кейін бір әкенің бір махаббатын бір басқа жігіттен іздедім екен. Енді айтып жатыр да, енді маған сол әкемнің махаббаты жетіспеді деп айтып жатыр да енді. Сөйтіп жүріп, бірінші жыныстық қатынасқа қосылып, кейіннен кейін ол жігіт қашып кетеді. Содан кейін барып қайтадан жаңағы жүріп жүргеннен кейін оны көтеріп қояды, оның подружкасы екеуі тағы бірден келеді, апарып жүріп аборт жасатады, үйіне бармай қояды, мамасы стрессовать етеді. Потом барып мамасы іздеп қойшы деп қоя салғаннан кейін барып, енді барарға жері жоқ, подружкасының үйінде мамасы сидыртпай қойғаннан кейін туысқандарына бара алмайды, потому что туысқандармен жақын араласпаған екен. Сөйтіп қайтадан өз үйіне келеді. Өз үйіне келсе, мамасы жаңағы басқа еркекті кіргізіп алған екен да уже үйіне.
басқа еркек кіргізіп алған, сонымен өмір сүріп сөйтіп жүрген екен. Ой, қызым келдің ба деп. И одан кейін барып жаңағыдай қыз сол отчимді көргеннен кейін, мамасының жігітін көргеннен кейін сразу ұнатпай қояды да, сразу мінезін көрсете бастайды. Одан кейін мамасы енді жұмыскер ғой, енді жұмыс істейді, карьера қуалайды. Сөйтсе жаңағы мамасының жігіті де бездельник екен, жұмыс істемейді екен, біреудің шофері болып жұмыс істейді екен. Сол мамасы сондай жігіт еркекке ғашық болып қалған екен да, өзінің күйеуіне емес, басқа бір бездельникке ғашық болып қалған екен. Сөйтіп жүріп кейіннен кейін енді қыз үйінде қайтадан сабаққа дайындаламын, қой өзіме келемін деп үйде бола бастайды, қайтадан экзаменге басқа нәрге дайындаламын деп сөйтеді. Сөйтіп жүрген кезде очень приставать ете бастайды. Очень приставать еткеннен кейін барып жаңағыдай ол қызды үйден қашып кетеді, қайтадан подружкасына барады, өтінемін, ақшамды төлеймін, жұмыс істеймін, сен үйде тұра тұрайын деп. Бірақ очень приставать еткенін мамасына айтпай қояды. Уже ана түсінді, уже ол үйде тұрудың қажеті жоқ, уже все, мамасының басы бастан кетіп қалған, уже сол еркекке ғашық болып қалған. Мамасына айтса да, ол мені тыңдамайтын еді бәрібір деп айтып жатыр да енді. Сөйтіп жүріп енді, бірақ папасының жинап қойған ақшасын кейіннен кейін білген ғой. Сондай үлкен суммалы ақша жинап қойған. Сөйтіп ол қыз алады да, ойланбай университетке ештеңкеге түспеймін. Бірінші курстың несін бастап оқайын деп жатқан кезде, сол 18-ден 19-ға қараған кезде ма, сол кезде сол ситуациялар сол кезде болған ғой. Сөйтіп ол университетке Қазақстанға түспей, папасының жинап қойған ақшасымен шетелге кетеді, Кореяға кетеді. Я, ол клиенті менің Кореяда тұрады, әлі де қазір Кореяда тұрады. Сөйтіп жүріп Кореяға келеді, языковые курсы деген бар, университетке түсе алмайды. Языковые курсыға түсіп, сначала туристический визамен келіп, университетке документ өткізіп, штрафын төлеп, сөйтіп сондай неге түсіп, языковые курсы деген 6 ай сайын продлевать ете ма сондай, и сөйтіп виза жасатып алады. Сөйтіп жүріп оқып, жұмыс істеп, кішкентай общежитие сияқты one room деген бар Кореяда, сода өмір сүріп, сөйтіп жұмыс істеп, өзі сүйкімді қыз, сондай сымбатты қыз, әдемі қыз. Сөйтіп жүріп жүрген кезде бір жұмысқа орналасады. Ол жұмысқа орналасқаннан кейін барып, жаңағыдай үлкен бір кофешап, арасында енді тілді үйренеді, жарты жылдың ішінде элементарный сөздердің бәрін үйреніп алған. Сөйтіп жаңа бір кофешапқа, кафеге жұмысқа орналасады, 4 сағат жұмыс істегенге кешкісін сабақтан кейін барып жұмыс істеп қайтамын деген. Сол жерде кофешаптың бастығы 35-ке келіп қалған, үйленбеген, жақсы жігіт, ухаживать етіп, сөйтіп ғашық болып, бірақ үйленуге қорқамын деп совместимость алған ғой. Сөйтіп ол қыз жас қой, ана жігіт 35-те. Сөйтіп совместимость алайын деп едім, мен әкемнен айырылғаннан кейін тағы да бір жігітпен жүргенмін, өмірім осындай болды. Енді мына кореец жігіт жақсы, барлық жағдай жасайды, соған мен алданып қаламын деп қорқамын деп, жаңағыдай жас қой, әлі опыты да жоқ бұл өмірде. И совместимость жасадым. Совместимостьте қарасам, екеуінде де келесі жылы үйлену шығып тұр екен. И осы жылы судьбоносный событие шығып тұр екен. Сөйтіп айттым, мынау сенің тағдырың ғой деп, екеуің үйленесіңдер, екеуінде де одинаковый прогноз шығып тұр, бәрі жақсы, жаман жігіт емес, өте жақсы, пысық, еңбекқор, шыға бер, қорықпа деп айттым. Ол қуанып, рахметін айтып, өзінің историясымен бөлісіп, кейіннен кейін айтты осы историясын, менікімен бөлісесіз бе, что ертең ата-анасы ажырасып жатса да, әкесінен айырылса да, қыздар ешқашан депрессияға кіріп, бұзылып кетпесінші, ертең ондай жасаған қателіктері миде өмір бақи қалып қалады екен, мен әлі өзімді сонымен жеп келе жатырмын, неге мен сол кезде басқа жігітпен жүріп кеттім, неге мен сөйтіп аборт жасадым, қатты депрессияға кіріп өздерін жоғалтпаса екен, сол историямен бөлісесіз бе деп айтқан болатын. Сол историямен сіздермен бөлістім.